Оқушылар сабақ істейді. Мұғалім балалармен жұмыстануда. Дулат Бабатаева 1802 жылы Шығыс Қазақстан облысында Аякөз ауданында дүниеге келген. Дулат Бабатаева жас ақындарының бірі, өз заманының ақылды ақындары. Кенет біреу есік қақты. Мұғалім есіктен сығалап тұрған әйелді көрді. Кіріңіз ішке. Рахмет айналайын. Кім боласыз? Мен тек жай ғана баланың оқу тәртібі жөнінде білуге келдім. Бұл жерде сіздің балаңыз бар ма? Иә, Балаңыздың аты кім? мен баланың аты Талғат. Анасы, балаңызбен қуана беріңіз. Өте жақсы оқиды, тәртіпті бала. Талғат, мына сүйкімсіз әйел сенің анаң ба? Сенің ананың бір көзі жоқ па? Қайда бейшара еді анам? Бұл асханада тамақ беретін апай ғой. Осылайша Талғаттың сыныптастары өзара әңгімелесіп, анасын сынай түсті. Ал Талғат болса, ашуланып, анасын жұлқылап, Неге келдің сен мұнда? Мен сені мұнда шақырдым ба? Енді сенің кесіріне мені сыныптастарым жағымсыз түрде қарап, мені мазақтайтын болды. Мен сіздің мұнда келгеніңізді мүлдем қаламадым. Мен сізді жек көремін. Келесіде мұнда келмейтін болыңыз. Ұстамаңыз мені. Мен сенің сабағыңды білуге келдім. Мұғалім сені мақтап жатыр. Бұл мен үшін үлкен бақыт. Иә, бірақ сізге есіктің ар жағына шыққан дұрыс болар. Мен сізді есіктің ар жағына шығарып салайын. Талғат, ана мен мұғалім көрсуге болмайды. Мен сені жақсы бала деп ойладым. осылайша уақыт зымырап өте шықты. Мектеп бітірген Талғат қалаға барып, өз ісін айналдырған, үлкен бизнесті басқарған басшы болды. Әйелі де өзі секілді оқыған, десе де өр көкірек, жүрегінде мейірімі мен махаббаты таяз жан болды. Күндердің күнінде баласынан хабар ошарсыз қалған ана қалаға келеді. Ана қалаға келіп, ең салынған үйді айналып тамашалап жүреді. Әрі қарап, үйді бері қарап, қоңырау соғады. Сол кезде үйден кербезденген келін шығады. Сәлематсыз ба? Кім боласыз? Неге келдіңіз? Мен баламен немелерімді көруге келдім. Менің жолдасымда анадай бейшара, қайыршы, ұсқынсыз, шашылас ананың болуы мүмкін емес. Қазір жолдасымды шақырайын. Талғат, жаным, Талғат. Талғат, мына бейшара сенің анамын дейді. Қарашы, жаным. Жаным-ау, қайда аққанға да әйелге сенесің бе? Әрине жоқ, мынау менің анам емес. Кетіңіз. Осылайша келін мен бала кемсеңдеген қарт ананы сүйрелеп ауладан шығарып жібереді. Ана болса көзіне еріксіз жас беріп кете береді. Бұл ананың баласын соңғы көру болатын. Арада жылдар салып, мектеп бітіргеніне 25 жыл толу кеші ұйымдастырылады. Осы кешке Талғат та өзінің кербез келіп әйелімен ауылға жол тартады. 25 жылдыққа жиналған сыныптастар өзара той-думан ұйымдастырып, өткен кеткенді еске түсіріп, би кешін ұйымдастырады. Osman
өткен соң Талғат ауыл сыртына шығып, сонау ауыл шетінде иесіз қалған үйге қарай жол салады. Бұл үйге қарай жол салады. Бұл үй Талғаттың анасымен тұрған балалық шағы, балдәурен кезі өткен үй болатын. Десе де бүгінде бұл үй еш қараусыз, жан адамы тұрмайтын, иесіз қалған үй. Осы үйдің жанына келген Талғат ой елегінен өзінің өткен кеткен өмірін есіне алып тұрады. Осындай ойға шомған Талғаттың ойын балам деген әйелдің даусы бұзады. Сенің анам өлтесе мәңгілік ұйқыда жатыр. Мен қарағанда анамның басына барып Құран бағышта. Анам сені үшін көп қиындықты кешті. Сен дегенде асың ішер асың жерге қой. Мынау анамның аманаты. Қазақта аманатқа қиянат жасама деген бар. Сенімен тілдесіп, осы аманатты жеткізгеніңе шүкіршілік. Сау болып тұр, бақытты бол. Анамның басына барып, топырақ соғуды ұмыта қарағым. Жолың болсын. Бұл Талғаттың анасының көршісі болатын. Бұл кісі де өзінің осы кезге жетіп, Талғаттың шешесінің тапсырған аманатын қолдай Талғатқа жеткізгеніне шүкіршілік еткен күйеу ана болатын. Талғат анасының бір параққа жазған аманатын алып, ауыл шетіндегі бейіт басына келеді. Отырады дағы өткен кеткенін есіне түсіріп, анасының ренжіткен, анасына өкпе білдірген кездерін есіне алып өкінеді. Кейін хатты қолына алып оқи бастайды. Амансың ба, құлыным, жан дегендегі жалғыз ұлым менің. Бұл хатты сен қолың алғанда, мен бұл жарық дүниеде болмаймын ботам. Амансың ба, құлыным, жан дегендегі жалғыз ұлым менің. Бұл хатты сен қолың алғанда, мен бұл жарық дүниеде болмаймын ботам. Сенің маған өкпең әлі де басылмақтау. Сыныптастарымның соқырана, сүйкімсіз әйел деген сөздері сенің жүрегіне өшпес дақ қалдырған екен. Кешір, құлым. Мен сол үшін сенен кешірім сұраймын. Бірақ десе де, шындығын айтсам, біз ең бақытты, шырайлы отбасы едік-ау. Сол бір күні біз жолға шығып, сенің әкең, мен қалаға жол таппасақ, сол күнгі болған жол апаты болмаса, бәріміз керемет, ұйыған отбасы болып отырар едік-ау. Кешір, ботақан. Осындай отбасы сыйламағаныма кешірім сұраймын. Бірақ дәрігердің сіздің балаңыз соқыр болады деген сөзі жүрегіме қатты батты. Менің таңдауым сен болып, сенің қуанышыңды, бақытыңды, балалық шағымды тамашалап өмір сүріп жаттым. Уақыт өте келе, қуанышым сейіліп басылып қалды. Олай дейтінім
есейе келе сен мені жек көрдің. Соқыр ананың болғанынан алдың. Ал не болса, іште сенің тілегіңді тілеп, баламды бақытты ете гөр. Мен көрмеген қуанышты балам көрсін деп, Алланың алдында жалбарынып отырдым. Міне, ер жетім, ер азамат болып, біздің кішкентай үйімізде 10 есе үлкен зәулім үй тұрғызып, отбасы болып, дүниеге өзінің жалғасын, ұрпағында келдім. Өкінем-ау шіркін, өкінгенім соншалықты сол баланы, сенің артыңда қалған ұрпақты бір иіскеп, бір сүймей кетіп барам. Осы ғана менің өзегімді өртеп, жанымды күйдіреді. Жаным, ботам, арыстаным менің. Ананың жүрегі әрқашанда баласына кешірім. Мен саған батамды беріп, алдыңда кешірім сұраймын. Бақытты бол, жолың ашылсын. Сенің білмей, біліп жасаған қылықтарыңды кешірсін Алла тағала. Аман жүр, арыстаным менің. Сәлеммен, анам. Осылайша ананың сыры мен мұңы жазылған хатты оқыған Талғат көңілі құлазып, жүрегі жылап, өзінің өткен өміріндегі қателіктеріне іштей налып отыра кетті. Анасының басында отырып,